Достар, көптеген адамдар маған хабарласады, бизнес жасағым келеді, менде бизнес идея жоқ, бастайын десем, менде күшті ақша жоқ, менде таныс жоқ, менде анау жоқ, мынау жоқ деп барлығын соған тіреп әкеліп қояды да. На самом деле ол дұрыс емес. Бірінші очередь білім керек бизнесте. Білімсіз ештеңеге қатырмайсың. Сондықтан бизнестің өзінің кітаптары болады, бизнестің өзінің курстары болады, бизнестің өзінің YouTube подкасттары болады. Солардың барлығын жазып күнделікті универ сияқты, мектеп сияқты конспектілеп жазып отыратын болсаң, сен көп нәрсе түсінесің. Біздегілердің барлығы неге мен біліммен бастай деп айтамын, өйткені білім алмасаң, көптеген мен қазекеңдер білем, бизнес ашқан, бастаған, бірақ сауда жоқ дейді, сата алмай жатырмын дейді, жүргізе алмай жатырмын дейді. Не істесем болады деп қаншама адам жазып жатады маған. Мен всегда айтамын, егер де сен мықты хирург болғың келсе, сен желаниең күшті, ақшаң бар, көкең бар, танысың бар, бірақ бірден бар хирург болатын болсаң, сен сотталып кетесің. Неге? Өйткені сенде білім жоқ. Білім жоқ болғанда сен адамдар дұрыс емдей алмайсың, дұрыс диагноз қоя алмайсың, дұрыс нәтиже көрсете алмайсың. И соның әсерін наоборот сен хуже істейсің, жаман нәрселер істейсің, адамды құртасың, и одан кейін сен түрмеге кетесің. Сондай нәрсе болмау үшін бизнесте де білім керек. Соответственно, сен именно бизнеске арналған сабақтарды оқи бастайсың. Андайды айтпаңдарсыңдар. Кезінде мен мектепте оқыған кезде биологияны мықты оқитын едім, физиканы мықты оқитын едім, математикадан күшті едім. Оның барлығы бизнесте керек емес, достар. Математиканың бизнесте керек 4-ақ нәрсе: көбейту, бөлу, қосу, алу и процент. Болды. Тангенс, косинус, синус деген нәрсе ешқайсысы керек емес бизнесте. Сондықтан бизнестің өзінің тілі бар, өзінің ережесі бар, өзінің системасы бар. Егер сол системаға сен арнап жүрмейтін болсаң, және сол системаны, ережені ұстанбайтын болсаң, бизнес сені өзін нарықтан шығарып жібереді. Түсіндіңдер ғой? Сондықтан сендердегі анау соқыр убежденияларды алып тастау керексіңдер. Маған бизнес бастау үшін братан ақшам жетпей жатыр, ақша жоқ, маған көке керек, маған бір күшті идея керек, маған күшті бір тема керек деген нәрсемен алып тастау керексіңдер. Ол нәрселер ешкімге керек емес. Саған да керек емес ол. Саған керек болса бұрыннан бері тауып алатын ең. Сондықтан бизнесте бірінші очередь білім керек. Екіншіден, нарықта болып жатқан больді табу керек. Не боль бар? Қандай боль бар? Мысалы, сенің тұрып жатқан жерінде бір заттар қымбат болуы мүмкін. Егер сен арзанға алып келіп адаммен сөйлесіп, соған сата алсаң, ол уже бір боль шешіледі. Ол больдің түрі көп. Ол біреудің уақытын үнемдеу, біреудің проблемасын шешіп беру, біреудің денсаулығын реттеп беру, біреуге бір күшті ақыл айту, болмаса біреудің затын сатып беру, біреуге ақшасын көбейтіп беру. Сол сияқты нәрселер, больдар көп халықта. Қазір сен айта алмайсың, адамдарда проблема жоқ. Бәрінде проблема бар. Қырғын проблемасы адам жоқ. Сондықтан сол бір проблеманы табасың, сол проблемаға арналған решениені табасың, шешімді табасың, и сенің шешімің андай қиын, анау ешкімде жоқ бір решение болу маңызды емес. Ол шешім қарапайым болу керек. Кез келген проблема қарапайым шешіммен шешілетін болса, саған ақша беруге дайын. Ол проблема тез шешілу керек. Ол проблема арзанға шешілу керек. Ол проблема оңай жолмен шешілу керек. Егер бұл нәрселер болмайтын болса, сен проблеманы шеше алмайсың. Қиын жолмен ұзақ шешем деген ешкімге керек емес. Ешкім күтпейді қазір. Ешкімде уақыт жоқ. Проблемасын шешілген, ұзақ шешілген керек емес. Сондықтан тез шешу керексің. Больді табу, сол больға решение табу. Ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ол товарный да болуы мүмкін, ол услуга да болуы мүмкін. Сен өзіңдегі қабілетке қарау керексің. Мысалы, сен сварщик болатын болсаң, мен саған айтпаймын ғой жаңағыда барып кофейня аш, болмаса столовый аш деп. Өйткені ол сенің табиғатыңа және сенің біліміңе, опытыңа келмейді. Егер де сен бизнестердің ішінде, немесе услугалардың ішінде қайсы саған келеді, қайсы нәрсе сен қағасың, қайсы нәрсе сен жақсы істей аласың, сәл тәжірибең бар, немесе аз күш құртып, көбірек ақша табатын теманы таңдайсың. Сосын сол темаға фокусты қоясың. Әр темаға секірудің қажеті жоқ, әр темаға секіретін болсаң, жыртылып кетесің. Сондықтан бір теманы таңдайсың, бір проблеманы таңдайсың, соған шешімді іздейсің. Одан кейін бар, достар, көбісі қателесетін бір нәрсе бар. Конкуренттерді анализ жасау деген жоқ. Біздің қазекеңдер не істейді? Мына тема менде ғана бар. Бұл нарықта мен ғана крутоймын. Менің конкурентім жоқ. Мен ғана күштімін десең, өтірік. Әрбір нәрсе конкурент болу керек. Конкурентсіз тема жоқ. Егер де сенің салаңда конкурент жоқ болса, сенде екі вариант бар. Біреуі ол тема жүрмейді. Өйткені ол жер қызықты емес адамдарға, ақша жоқ, ақша таба алмайсың. Екінші нәрсе, ол жерде әлі сұраныс жоқ. Және демек сұраныс жоқ болса, ұсыныс тудырту өте қиын. Соответственно, ол жерде сен ақша таба алмайсың. Конкурент бар деген жер, демек ол жерде ақша көп, ол жерде возможность көп, и сен конкуренттерді зерттеу керексің. Сен мысалы, скажем, кілем жуу дейікші.
кілем жуу темаға кіргің келеді. Сен тұрасың да сол тұрып жатқан жерінде қанша кілем жуатын конкурент бар, бәрін іздейсің, жазасың. Одан кейін барып ол немен айналысып жатыр, қалай жуып жатыр, артықшылықтар қандай, кемшіліктер қандай. Осы жерде енді көңіл бөлу керексің сен. Егер де мен сол кілем жуатынды ашатын болсам, мен саған сұрақ қоятын едім. Неге мен аналарға жудыртпай именно саған келу керекпін деген. Сен соған дайынсың ба сол ответ беруге? Егер сенде оған ответ жоқ болса, саған клиент келмейді. Сен ерекшелену керексің. Түсініп тұрсыңдар ма? Немен ерекшеленесің? Бағамен ерекшелену мүмкінсің, услугамен ерекшелену мүмкінсің. Одан кейін барып бір необычный әрекеттермен ерекшелену мүмкінсің. Егер сенде ерекшелік болмаса, саған адам келмейді. Сен өзіңе сұрақ қою керексің. Неге конкуренттерде клиенттер маған келу керек деген сияқты. Түсініп тұрсың? Егер сол сұраққа сен жауап бере алсаң, онда нормальный болады. Енді қараңдар, дальше не істейміз? Ендігі мәселе, сен ол конкуренттердің плюстарын жаздың, минустарын жаздың. Енді қара, сол конкуренттің минустары, ол сенің плюстарың болу керек. Сол минустарды қарайсың да, қалай сол минустарды мен плюсқа айналдырамын деп ойлану керексің. Сөйтесің да сол минустарға жұмыс жасап, плюс қып, сол арқылы сен клиенттерді өзіңе тартасың. Түсіндіңдер ма? Енді одан бөлек не бар? Одан бөлек УТП деген нәрсе бар. Кез келген бизнесте ол уникальное торговое предложение дейді. Сені ерекшелендіретін нәрсе. Мысалы, кілем жуатындар темасын жалғастырайық. Көп кілем жуатындар ол үйге келеді да, кілемді тастайды да кетеді болды. Дұрыс па? Ол адамды таңғалдырмайды. Ал егер де сен келіп, кілемді өзің сол жерге төсеп беріп, мені таңғалдырсаң, мен айтамын, мынау күшті екен. Болды, мен тұрамда уже таныстарыма рекомендация беремін. Келесіне именно мен саған звондаймын. Неге? Өйткені сен мені таңғалдырдың. Қазіргі кезде клиентті таңғалдырмасаң, ол кезде нарықта сен жұлып, суырылып шыға алмайсың. Демек, сен ерекше нәрселер істеу керексің, халықты риза қылу керексің. Риза қылу жеткіліксіз, сен таңғалдыру керексің, достар. Мені таңғалдырсаң, ол кезде мен всегда сені алатын боламын. Так, одан бөлек айналып келіп білімге келеміз. Екі нәрсені мықты білу керексіңдер. Ол маркетинг, екінші сатылым. Маркетинг өзіңнің істеп жатқан жаңағы кілем жуатын бизнесін сен постоянно түсіру керексің. Оның ішіне приколдар кіруі мүмкін, оның ішіне әзілдер кіруі мүмкін, оның ішіне жиза кіруі мүмкін. Инстаграм, тиктокта постоянно рилс салып отырасыңдар. Клиенттерден отзыв салып отырасыңдар. Қызық нәрселер салып отырасыңдар клиенттерге қатысты. Қалай жуасыңдар, қалай не аласыңдар. Одан кейін барып экспертный видеолар саласыңдар. Сен өзің эксперт екенін көрсету керексің, бұл салада мен аспын. Түсініп тұрсың ба? Егер де достар, сенің услугаң арзан, күшті жуасың, бағаң арзан, бірақ халық сен туралы білмесе, ешкім келмейді саған. Демек, сен тауарың, услугаң туралы көп адам білу керек. Көп адам білді деген сөз, демек сенде сатылым болады деген сөз. Андайды қойыңдар, жатып алып, мен күшті жуам, менікі күшті, бағам арзан, неге клиент келмей жатыр, братан деп маған жазуды қойыңдар. Білім жоқ сендерде, білім алу керексіңдер. Демек, маркетинг пен реклама мықты болу керек. Ол нәрсе болмаса, халық сендер туралы білмесе, сендерін алмайды. Демек, сендер шығып жариялау керексіңдер. Мен күшті жуам, мен былай жасаймын, мен былай істеймін, мен былай ерекшеленемін деп сөйтетін болсаңдар, халық сендерге уже келе бастайды. Екінші нәрсе сатылым. Достар, рекламаң күшті, маркетинг күшті, халық келді саған. Егер сен келген халыққа дұрыс сатушы қойып, немесе сату техникасын білмесең, сата алмасаң, онда сен клиенттерден айырыласың. Демек, екінші нәрсе сатылым күшті болу керек. Сата алу керексің.